Бүгін біз балаларымыздың интернеттегі қарым-қатынасына қатысты маңызды тақырыпты талқылаймыз. Бұл процесті қауіпсіз әрі жағымды ету жолдары туралы әңгімелесеміз. Цифрлық технологиялар дәуірінде интернет өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Балалар интернетті ерте жастан бастап пайдаланады. Бұл оларға шексіз мүмкіндіктер ұсынғанымен, белгілі бір қауіптерді де тудырады. Осы мүмкіндіктер мен тәуекелдер арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтауға болатынын қарастырайық. Интернет арқылы балалар әлеуметтік дағдыларын дамытады, ортақ қызығушылықтары бар достар табады, білімдерін жетілдіріп, шығармашылықтарын дамыта алады. Сонымен қатар, олар өз жобаларымен бөлісіп, өзін-өзі танытуға мүмкіндік алады. Алайда, артықшылықтарымен қатар белгілі бір қауіптер де бар. Кибербуллинг, онлайн қорқыту, қолайсыз контентке тап болу және жеке ақпараттың таралу қаупі. Сондықтан балаларды өздерінің жеке деректерін қорғауға және қауіпті жағдайлардан аулақ болуға үйрету маңызды. Егер балаңыз әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді қолданатын болса, олардың құпиялылық баптауларын дұрыс орнатқанын қадағалаңыз. Жеке деректерді қалай жасыруға, жазбалардың көрінуін шектеуге және қажетсіз байланыстардан қорғануға үйретіңіз. Балаларды цифрлық сауаттылыққа баулу қауіпсіздіктің негізгі факторы. Оларға интернетте өзін-өзі қалай ұстау керектігін түсіндіріңіз. Интернетті пайдалану бойынша үй ережелерін белгілеңіз және ата-ана бақылау құралдарын пайдаланыңыз. Балаңызды интернеттегі қауіптер туралы хабардар етіп, қауіпсіз қарым-қатынас ережелерін үйретіңіз. Құпия сөздерді қауіпсіз сақтау, жеке ақпаратпен бөліспеу және бейтаныс адамдармен сөйлеспеу сияқты дағдыларды қалыптастырыңыз. Операциялық жүйелер, маршрутизаторлар немесе арнайы қосымшалар арқылы ата-аналық бақылау функцияларын пайдаланыңыз. Оларға белгілі бір веб-сайттарға кіруді шектеуге, контентті сүзуге және интернетте қолжетімділікті жас ерекшелігіне сай реттеуге мүмкіндік береді. Қауіпсіздік бағдарламаларын орнатыңыз. Олар қажетсіз веб-сайттарды бұғаттап, зиянды контенттен қорғауға және интернеттегі белсенділікті бақылауға көмектеседі. Балаларыңыздың интернеттегі белсенділігін үнемі қадағалап отырыңыз. Маршрутизатор немесе қауіпсіздік бағдарламалары арқылы олардың қандай сайттарға кіретінін және кіммен байланысатынын тексеруге болады. Интернетті пайдалану бойынша отбасылық ережелер мен келісімдер жасаңыз. Онда интернетте қанша уақыт отыруға болатыны, қалай байланыс жасау керектігі және ережелерді бұзған жағдайда қандай салдарлар болатынын нақты көрсету керек. Ата-аналар балаларын интернеттегі қауіпсіздік негіздеріне үйретуге маңызды рөл атқарады. Олар тек ережелерді орнатып қана қоймай, балалармен ашық диалог жүргізіп, мәселелерін талқылап, интернеттің оңтайлы жақтарын пайдалануға көмектесуі керек. Қорытындылай келе, балаларымыздың интернетте қауіпсіз әрі саналы түрде қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ету ата-аналар, мұғалімдер және балалардың өздерінің ортақ міндеті. Біз олардың интернеттен барынша пайда алуына көмектесу үшін бірлесіп жұмыс істеуіміз керек.